Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін бізде сұхбатта жақында ғана Ақтау қаласында өткен жауынгерлік самбодан Қазақстан чемпионатының күміс жүлдегері Еламан Айым. Саламатсыздар ма? Сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Ең алғашқы сұрақ, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен осы Арқалық қаласының тумасымын. 2006 жылы дүниеге келгем. Осы спорттағы 2025 жылдан бастап жеткен жетістіктерімді айтып өтейін. 2025 жылы панкратионнан Қазақстан чемпионатында элит және традишн бөлімінен чемпион болдым. Жекпе-жек спорт түрінен Қазақстан чемпионатында тоже чемпион болдым. Сосын ММА спорт түрінен күміс жүлдегер болдым. Сосын боевой самбо спорт түрінен әйелдер арасында 3-ші орын иеленсем, жастар арасында 2-ші орынға ие болдым. Бір жылдың ішінде спорттың бірнеше түрінен жеңімпаз болу оңай емес. Бұған қалай қол жеткіздіңіз? Бірнеше спорт түрін қатар алып жүру ол қиындық тудырмайды. Себебі бізде смешанный вид спорты болғандықтан барлық спорт бір-біріне ұқсайды. Біреуі төзімділікті қажет етеді, біреуі физикалық күшті қажет етеді, біреуі скоростьті талап етеді. Сол әр спорттың өзінің плюстары болады. Әр жарысқа әртүрлі спорттан барғандықтан әр жарыстан өзімізге керектісін аламыз. Және де сол ошибкамен өзіміз жұмыс істесек, басқа жарыстарға, басқа спорт түріне шыққан кезде соны шыңдаймыз. Және де әр спорттан әртүрлі жарыстарға шыққан кезде ағайым жарыстан кейін тренеріммен ақылдасып, минустарымды, қателіктерімді, солардың барлығын дұрыстап, қайтадан жаңа сеніммен, жаңа үмітпен басқа спорттарға, басқа жарыстарға дайындаламыз. Осы соңғы жарысыңыздағы финалдық жекпе-жекке оралсақ, жеңімпаз болуға не жетпей қалды деп ойлайсыз? Осы соңғы Ақтау қаласында өткен боевой самбода 2-ші орын алғанымда финалдық кездесуде сәл кішігірім күрес жетпей қалды. Күрес жағынан, может, өзімнің қателіктерім де болды бой кезінде. Қателіктеріңізді түсіндіңіз ғой. Мысалы, қазір қайттан сол қарсыласпен шықсаңыз, сол қателіктеріңізді жөндеп, бірінші орын алатындай дәрежеге жетер ме едіңіз? Бұйырса, иә, сол қателіктермен жұмыс істеу барысындамыз. Сол қателіктерді дұрыстап, қайтадан ораламыз. Барасуымыз әлі алда дейсіз. Бұйырса, иә. Панкратионнан Қазақстан чемпионатында 2 бірдей түрінен чемпион болған сәттегі сезіміңіз қандай болды? Қазақстан чемпионы болу, ол әрине мақтаныш, төзімділікті, талай еңбекті талап етеді. Біраз жылдық еңбектің ақталғанын сезіндім. Және де тренерімнің, ата-анамның үмітін ақтағанын сезіндім. Негізі Қазақстан чемпионы болу, ол одан да жоғары биік жолдарға жол ашады. Мысалы, әлем чемпионатына, Азия чемпионатына дегенде. Сол кезде үмітімнің ақталғанын сезіндім. Талай еңбек, талай тер, тренерім дайындаған жолымен, тренеріме сенуім арқылы. Азия және әлем чемпионатына қатыстыңыз ба? Иә, осы 2025 жылы Кубок мираға қатыстым. Армения қаласында өткен. Және де 2025 жылы боевой самбо спорт түрінен чемпионат мираға қатыстым. Онда қанша жекпе-жек өткіздіңіз? Не жетіспей қалды? Жеңімпаз атануға, болмаса финалдық жекпе-жекке дейін жетуге деген. Әлемдік деңгейде бірінші кругтан ұтылып қалдым. Әрине қарсыластарым мықтырақ екенін сеземін. Оған дейін де ол кісілер әлемдік деңгейде өнер көрсетіп, содан жеңімпаз болған кісілер. Но ешқандай қобалжу болмады. Осыған дейін Қазақстан жерінде, Қазақстанда өнер көрсетіп жүргендіктен қобалжу, қорқу деген сияқты сезімдер болмайды. Өзімнің қателігімнен Тәжірибе жетіспей қалды. Тәжірибе жетпегендіктен, өзімді коверда до конца ашыла алмағандықтан ұтылып қалдым деп ойлаймын. Біз білеміз, жекпе-жекті болсын, жауынгерлік самбо болсын,
бұл негізі ерлердің спорт түрі, негізі оңай спорт түрі емес. Сіз қыз баласы болған өзінде осындай мықты жетістіктерге жетіп жатырсыз. Жаттығу барысында өзіңізді қалай жігерлендіресіз? Жаттығу барысында өзімнің алға қойған мақсаттарымды және де армандарымды еске аламын. Өзімнің кішкентай нәрселерімді ұсақ тек, мысалы тренировкада кеше күнге қарағанда бүгін мына нәрсені үйрендім, мына нәрсені жақсы істедім деген сияқты сондай ұсақ тектерден үлкен жеңіс тудыруға болады негізі. Осыған дейін еңбек еткен еңбегім ақталу үшін, ата анамның тренерімнің еңбегін ақтау үшін жүргенімді және де сол үшін дайындалып жүргенімді есіме аламын. Керемет жауап. Жеңіс пен қиын сәттерден кейін өзіңізді қайта қалай жинайсыз? Жеңіліс ол спорттың бір бөлігі деп санаймын. Спортта жеңіліс пен жеңіс қатар жүргендіктен қандай жағдай болмасын өзінің эмоцияңды ұстап сабырлық сақтау керек. Жаңа арман деп жатырсыз. Өзіңіздің арманыңыз не спорттағы? Осы спорттағы арманым әлемдік додаларда өнер көрсетіп, әрине проф бойларға шығып көріп, өзімнің арманым сол, үлкен жерлерге барып деген сияқты. UFC-де өнер көрсету ойыңызда жоқ па? UFC-де өнер көрсету бұйырса, сол үшін де жұмыс жасап жатырмыз. Осы спортта енді спортшылар 35-40-қа дейін спортта жүреді. Кейінгі 35-тен кейінгі өміріңізде бапкерлік қызметке ауысам деген ойыңыз бар ма? Әзірге жоқ. Мүмкін алдағы уақыттарда болып қалар. Қыз балаларды да дайындау. Қазір бұл спортта қыз балалар өте аз. Неге аз екен? Өйткені қыз балалар ер бапкерлерге келуге ұялады, ер балалармен дайындалуға ұялады. Сол үшін де қаламызда әйел қыз бапкерлер дегендей аз болады да бізде бір ғана бокстан беретін бапкер бар, басқа ешкім жоқ. Сол сияқты өзіңіз егер болашақта осы қыз балаларды дайындаймын деп осындай бапкерлік таңдасаңыз, қыздардың қатары көбейе ма деген өзімнің ойым. Сіздің ойыңыз қалай? Негізі дайындаламын деген адамға, ер адамға келсе де, ондай ұялатын нәрсе емес деп ойлаймын. Бұл спорт дейсіз ғой? Иә, бұл спорт. Сіздің жетістіктеріңізге ең көп қолдау көрсеткен адамдар кімдер? Менің ата-анам, әрине, және де тренерім, осы дайындалып жүрген залдағы балалар әрдайым қолдап, сеніп отырады. Сол үшін де еңбек етеміз. Спорт пен жеке өмірді қатар алып жүру қаншалықты қиын? Негізі мақсат қойған адамға ол ешқандай да қиындық тудырмайды. Ол өзінің спортымен өмір сүреді. Спорт ол өмірдің бір бөлшегі болып кетеді. Және де ата-анасы, достары деген сияқты өзінің ортасы оған сеніп, оған түсіністікпен қараса, онда ол адамға да оңай болады. Жеке өміріңізге оралсақ, немен шұғылданасыз? Хоббиіңіз қандай? Хоббиге қатты көңіл бөлінбейді. Қазір уже спортта жүргендіктен көп уақытым спортқа кетеді. Және де оқу бар, жұмыс істеймін деген сияқты. Жастардың қазіргі спортқа қызығушылығы қандай деп ойлайсыз? Қазіргі кезде жастардың спортқа деген қызығушылығы артып келеді. Спорт түрлері көп, және де мүмкіндіктері соған сәйкес көп. Тек қана жастардан еңбек ету ғана талап етіледі. Осы орайда айта кетейік, қаламызда саябақта мысалы көріп отырмыз өзіміз спортпен айналысамын деген адамдарға темір төсек, ауыр нелер көтерілетін сондай жаттығу жасайтын алаңдар бар. Құр саябақта ғана емес, қаланың біраз үйлерінің қасында бар. Бұл деген негізі спортқа деген үлкен, жастарға деген үлкен мүмкіндік. Осыдан 10-15 жыл алдын бұндай нәрселер болмай еді. Жастарымыз көбіне мысалы тамаша деген сияқты жерлерге барып сөйтіп барып дайындалатын еді. Қазір мысалы қаламызда тегін жерлер бар. Бұл да бір спорттың алдыға дамуына септігін тигізеді деп ойлаймын. Сіздің ойыңыз қандай?
сол қазіргі жастарға, қазіргі негізі қандай жаста болмасын, барлық адамдарға қолжетімді. Далада барып айналыса алады, тегін нәрсе, мүмкіндіктер негізі көп. Тек қана соны өздері шыңдап, Тек қана енді өздері сол еңбектену ғана қалды дейсіз ғой. тек қана Барлық еңбек жағдай ету. жасалған. Тек қана еңбек ету. Енді өздері жалғастырғысы келсе, негізі жазылып, осындай спорт түрлеріне өздері даже еңбек етуге болады. Бүгінгі жастарға спорттың қандай пайдасы бар деп ойлайсыз? Негізі спорт өзіне деген сенімділікті арттырады, және де спорт жастардың зиянды әдеттерден аулақ болуына көмектеседі. Және де ортаға байланысты ол негізі. Жақсы орта болса, жақсы достардың көп болуына септігін тигізеді. Негізі спортта жүрген кезде орта жақсы болады. Сол ортаға қарай бейімделіп, өзі де жақсы жаққа қарай негізі өзгереді. Отбасыңыз спортты таңдауыңызға қалай қарады? Отбасым, ата-анам маған ешқашан шектеу қоймаған, шектеу жасамаған. Әрине қыз баласына бұл спорт түрі ауыр тиетінін біледі. Маған бірақ қолдау беріп, барып көр, қатысып көр, егер де ұнап жатса, жалғастыра бер деді. Келдім, ұнады, жалғастырамын деп айттым. Маған шектеу қоймай, жақсы деп келісті. Енді жарыстарда болады, мысалы, көзге көреді, мұрын сынады, сондай кездерде қызым осы спортты тасташы, қоя сал деген осындай сөздер болды ма? Жоқ, өзім түсіндіремін. Ондай біз осындай спорт түрінде, оңай емес спорт түрінде жүрдік қой. Басынан бастап білді дейсіз ғой, ондай болады. Дұрыстап түсіндіремін, өздері де қарсы емес. Егер де өзіне ұнаса, жүре бер деп рұқсатын берген. Болашақта өзіңізді қалай елестетесіз? Өзімді UFC түрінен көргім келеді. Әлемдік деңгейде өнер көрсететін спортшы ретінде көргім келеді. Бәріне үлгі болатындай. Ал тренерлік жағын әзірге ойланбадым ол нәрсені. Әлі спортта жетер малда дейсіз ғой. Бірінші өзім жақсы деңгейлерге жетіп, барып көріп, содан кейін мүмкін болып қалармын қыз балалар дайындауға. Қазіргі кезде бәріне белгілі әлеуметтік желі деген жастардың қолын байлайды дейміз, мысалы, уақытын алады дейміз. Сондай жағына қалай қарайсыз? Бұмен қалай күресуге болады? Әлеуметтік желіні телефонда көп қолдану, оның өзінің жақсы жақтары да және де жаман жақтары да бар. Телефонды көп ұстамай, өзінің уақытымен ұстау керек. Және де өзін дамыту мақсатында қолданған өте дұрыс. Жас спортшыларға қандай кеңес берер едіңіз? Жас спортшыларға ең алдымен өзіне және де тренеріне сену. Әркімнің өзінің жолы бар. Ол жолда әртүрлі қиындықтар кездеседі. Соған мойымау, және де қандай қиындық болса да, соған мойымай алдыға жүре беру. Бұл спортта жеңілісте болғандықтан, жеңілістен бастаған ісін аяқтамай, алдыға қойған мақсаттарына жету үшін еңбек ету керек. Еңбек арқылы келеді ғой. Керемет сұхбат болды. Сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Сіздерге де рахмет. Сау болыңыздар.